Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай жеміс-жидектен жеңіл және өте пайдалы салат жасадым. Сіздермен де бөлісе кетейін деп шештім. Бұл өте пайдалы. Көбінде бізде жеміс-жидектер желінбей тұрып қалады. Сондықтан сондай кездерде осылайынан турап дәмді салат жасап жүрсеңіздер, балаларыңыз қуана жейді, және бұл өте пайдалы, дәрумендерге толы. Ең алдымен үйлеріңіздегі бар осындай жеміс-жидектердің барлығын алып, жақсылап жуып, тазалап, сырттарын ашып аламыз. Одан кейін жаңағы бәрін бір-біртіндеп алма, мандарин, құрма барлығын, жаңағы банан, барлық жеміс-жидек өздеріңіздің үйлеріңізде қандай жеміс-жидек тұр, соның бәрін осылайынан өздеріңізге ыңғайлы етіп турап, барлығын бір ыдысқа салып, осылайынан үстіне жаңағы мен осындай йогурт үйде бар екен, соны құяйын деп отырмын. Өздеріңіз үйлеріңізде жаңағы йогурт па, греческий йогурт, кішкене пайдалырақ болсын десеңіздер, айран мысалы болады. Бізде жеміс-жидектердің барлығы тәтті болғандықтан бізде бұл салат өте дәмді болады. Бұйырса, бізде алда жаңа жыл келе жатыр, барлығымыздың үйімізде осындай алдымен жеміс-жидекті толтырып аламыз, солар желінбей қалмас үшін осылайынан барлығын турап, әдемі дәмді салат жасасаңыздар болады. Мінекей барлығын мен осылайынан өзіме ыңғайлы етіп, майда-майда төрт бұрышты етіп турап алдым. Мінекей алманы да осылайынан турадым. Енді барлығын жаңағынау анарды бетіне осылайынан сеуіп, менде кішкене піспегенін алып қойыптық, осылайынан барлығын жақсылап, барлық жеміс-жидек қойып, барлығын салып, араластырып, үстіне йогурт құйып, қоюланған йогурт құйсаңыздар, тегі керемет болады. Менде үйде осы бар екен, осымен жасап жатырмын. Мінекей барлығын жақсылап араластырып, жей беруге болады. Өздеріңізге үйлеріңіздегі дәл қазір или кейін болатын қандай жеміс түрлері болса, барлығын осылайынан араластырып, жақсы салат жасасаңыздар болады. Мінекей осылайынан ыдыстарға салып, қонақ келген кезде де жаңағы осылайынан ұсынсаңыздар, тез желініп кететін салаттың бір түрі. Менімен бірге болғандарың үшін көп рахмет. Рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, болмаса өздеріңізді қалай жасайсыздар, солмен бөлісе кетсеңіздер де болады. Алда тағы да көп рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналыма кіріп, жаңа қоңырау жағына да басып кетулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.